Өзіне әріден қамқор болған Нұртас Оңдасынов пен Өзбекәлі Жәнібековтерді қызметтен аластатты. Қонаев не себепті мұндай қадамға барғаны түсініксіз. Ендеше Қонаев туралы шындықты тіліп айтқан Ерлан Төлеутай ағамыздың мына сөздерін тыңдап көріңіз. Қонаевтың қазаққа қалдырған тағы бір мұрасы трайбализм дерті болды. Ежелден келе жатқан бөліп алда билей бер саясатын шебер ұстанған Қонаев қазақты руға бөліп ара-дарасын шығарды. Ол үшін әуелі ол Тәшеновтің түбіне жетті. Одан кейін Сәтбаев пен Бөкетовтің тағдырын ойыншық қылды. Өзіне әріден қамқор болған Нұртас Оңдасынов пен Өзбекәлі Жәнібековтерді қызметтен аластатты. Шын мәнінде бұл тұлғалар қазаққа Құдай сыйлаған құтты ерлер еді. Бұлардың бәрі құсадан өлді. Бұл тұлғалардан айырылған соң қазақтың берекесі кете бастады. Ал Қонаев болса жылдан жылға дәуірлей берді. Бірақ кез келген дәуірлеудің соңы болады ғой. Қонаев мұны күн ілгері білді. Білгені сол емес пе? 70-ші жылдардың соңында ол өзінің жаман атын шығармайтын ізбасар іздей бастады. Оны ол Теміртаудан тапты және жедел өсіруге пәрмен берді. Назарбаевтың жылдам өскені сонша Кармет-комбинаттың парторгінен бірден Қарағанды облысының екінші хатшылығына бірақ қарғыды. Одан бірнеше жылдан соң, яғни 1979 жылы Қазақстан Компартиясының өндіріс ісі жөніндегі хатшысы, ал 1984 жылы Министрлер кеңесінің төрағасы болып Қонаевтың тап іргесінен бірақ шықты. Арада 2 жыл өтпей жатып, дәлірек айтқанда 1986 жылдың 6-8 ақпанында өткен Қазақстан Коммунистік партиясының 16 съезінде әкесі Қонаевты інісі Асқар Қонаев арқылы қаралаған ол оны Кремльдің алдына топ еткізіп жығып берді. Осы сәтте қандай сұржыланды қойнына салып өсіргенін бірақ ұққан Қонаев Мәскеуге сабылды. Алайда бәрі кеш еді. Сол жылдың желтоқсанында Қонаев биліктен біржолата айырылды. Сөйтіп, баласының бас болуымен Қонаевтың дәуірі аяқталды. Бәріне ақылы жеткен Қонаевтың билік пен саясатта әке бала дегеннің болмайтынын білмегені өкінішті әрине. Кейін бұл жайында марқұм Балташ Тұрсынбаев мынандай әңгіме айтып еді. Қонаев орнынан алынысымен оны әке көке деп жүргендердің барлығы оның маңынан безіп кетті. Қасында тек Олжас Сүлейменов екеуміз ғана қалдық. Екеуміз үйіне барып, хал жағдайын біліп, әңгімелесіп тұрдық. Сондай жүздесулердің бірінде Қонаев: Назарбаевты билікке әкелгенім менің өмірімдегі ең үлкен қателігім болды деген екен. Осылайша Қонаев ауырған рушылдық дерті оның өзіне еш опа берген жоқ. Қайта оның түбіне жетті. Шын мәнінде Қонаев ешқандай
қазақ емес еді. Замандастарының айтуынша 1940 жылдардан билік баспалдағымен қауырт көтеріле бастаған Қонаев 1949 жылы төлқұжатына өзін қазақ деп жазғызып алған. Бұған дейін ол татар болып келген. Мұны өзінің замандасы әрі ұйғыр мектебінде бірге оқыған кластасы Исмаил Юсупов те, Қонаевтың ауылдасы, кейіннен оппозицияға кетіп, Қонаев пен Назарбаевты аяусыз әшкерелегені үшін диссидент атанған Кәрішал Асанов та өз еңбектерінде дәлелдеп жазды. Бұл жалған десеңіздер, өткен жылдары әлеуметтік желілерде Қонаевтың гаплогруппасын зерттеген мамандардың мақаласы жарық көргені естеріңізде шығар. Сонда Қонаевтың татар текті екені анық көрсетілген. Соңғы технология жетістіктеріне сүйенген ғылым осылай деп жатса, Қонаевты қазақ деп жалаулатқандарға не жорық? Шынында да Қонаевты қазақ дегеннен бізге не түседі? Қонаевтың саяси қызметінен, оның ел басқарған жылдарынан алатын бір ғана ғибрат бар. Ол көмеке әулие Бұқар жаудың «Жатқа тізгін бермеңіз, жаламенен бас кетер» деген қазіргі Ақордамыздың маңдайына жазып қояр өсиеті. Кенесары хан қырғыздың қолынан қазаға ұшыраған сонау 1847 жылдан жатқа тізгін беріп келдік қой. Содан қазақ не ұтты? Құтты ерлерін қор қылғаннан басқа түкте. Жатты төбеге көтеру, құтты ерлерді қор қылу дәстүрі мына тәуелсіздік заманында әлі де қарқынды жалғасуда. Олай болмаса, Назарбаев тұсында Еркін Әуелбеков, Заманбек Нұрқаділов, Алтынбек Сәрсенбаев, Ақселеу Сейдімбек, Болат Атабаев, Арон Атабек сынды тағы басқа ел үшін туған асыл ерлер бірі құсадан, бірі оқтан, бірі абақтыда шіріп өлермеді. Голощекиннің жиені Машкевич, оның сыбайластары Шогиев пен Ибрагимов, Миттал, Ким секілді жат жұрттық алаяқтардың қолына еліміздің жер асты, жер үсті байлығын беріп қояр ма едік? Егер билік құтты ерлердің қолында болса, бұлардың бірінде билік пен қазынаның маңына жолатпас еді ғой. Жоқ, олай болмай шықты. Назарбаев билік құрған дәуірде бар байлығымыз ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетті. Жұрттың қолында кеткені сол емес пе? Қонаевтың тұсында қазақтың ұлттық байлығының 93% Мәскеуге кетіп отырды. Осылайша қазақ халқы өз байлығының 7%-мен ғана күн көрді. Ал Назарбаев тұсында бұл әуелі 3%, сонан соң 1%-ға түсті. Осы цифрлар сіздерді ойландырмай ма, қазағым? Қонаев тұсында қазақ байлығы одақты асырауға жұмсалса, Назарбаев заманында әлемдік алпауыттар мен трансұлттық компаниялардың жеміне айналдық. Шын мәнінде соңғы 30 жылда қазақ социализмнен капиталистік формацияға, одан феодалдық формацияға, одан құл иеленушілік қоғамға дейін кері кеттік. Ғылым тілінде мұны регресс, яғни кері кетушілік дейді. Қазақтың 30 жыл құл болғанын, 50.000 теңгеге жалақыны қанағат тұтып келгенін, ел байлығының өз халқына жаны ашымайтын, арамнан байыған 162 олигархтың қолында шоғырланып келгенін былтырғы баяндамасында
қазіргі президентіміз Тоқаевтың өзі мойындады емес пе? Бұл Ерлан Төлеутай ағамыздың сөздері болатын. Ал бұл күндері қазақтың қаншама дарынды жастары аға көкесінің болмағаннан шетел асып, ал тамыр танысы барлар қазақша екі ауыз сөздің басын қосып сөйлей алмай отырып, жайлы жоғары билікте отыр емес пе? Мұны кімнен жасырасың? Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қазаққа, руға, жүзге бөліну осы Қонаевтың кезінен басталғаны ма? Ағайын, қалай ойлайсыздар?